Сәлем қыздар, бар болғаны бір ғана жұмыртқадан 70 печенье жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Каналыма жазылып қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай жұмсақ дәмді болып шығады. Ендеше ыдысымызға қамырын дайындай аламыз. Ұнымызбен майымызды жақсылап крошка жасаймыз. Үстіне разрыхлителіміз саламыз. Қант ұнтағын саламыз, ванилин саламыз. Енді қантымызды салып, бір жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Барлық мөлшерін описание бөліміне жазып қоямын. Шоколад қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Енді осыны майды бөліктерге бөліп, 70 бөлікке бөліп шығамыз. Енді бұл печеньеларымыздың бетін осындай шанышқының көмегімен кішкене басып шығамыз. 180 градус пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. 15-20 минуттай уақыт алады. Міне қараңыздар, өте дәмді печеньеміз дайын. Сіздерге ұнады ма?